ағаларыма толық қосыламын. Жақсы айтты, ойларын жақсы жеткізді, керемет. Мен де осы бір байқап, бақылап жүрген адам біреуім осы сіреліне осы қалай жақсы болады деп. Енді мынау Қазыбек бауырым қош келдің сіреліне. Сіреліне қадам басқаннан бері қарай сірелінің жағдайын байқаған шығарсыз. Қазір 2 жыл болды, қазір бізде жақсы жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Ауылда ауыз су, газ, медициналық амбулаториялар, мынау мектепте, мынау газдандыру, біздің осы мәселелердің бәрінде қазір 2 жыл болды. Мынау қалада соғылып отқан ғимараттар мен үйлер, көшелер мен көпірлер, жақсы мынау жұмыс орындары ашылып жатыр. Сірелінде. Мынау облыс әкімі Нұрлыбек Мәшбекұлына рахмет айтамын. Және негізінде ол шындығы солай. Ал енді мынау менің енді қазақ тілі жөнінде айтылғанда мен 100% Қазақстанда мектеп қазақша болмайды. 100% болу керек. Сондықтан енді мен мынау сізге келіп, осылай уақыт бөліп, сірелінің жетістіктерімен танысып, кемшіліктерін айтып, осындай бізге құлаққа асып, көп жанашырлық білдіріп жүргеніңізге рахмет айттым. Рахмет. Мен енді